Жаңыңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен езілмейтін, осылай бүксе де, майыстырса да сынбайтын өте жұмсақ медовиктің рецептісімен бөлісемін. Рецептіні міндетті түрде соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Ең алдымен 250 грамм балымызға 1 шай қасық ас содасын қосып, оны водяной баняға қойып, жақсылап араластыратын боламыз. Бізде сода мен бал реакцияға түсіп, осылай аппақ болып, кішкене сарғайып бастаған кезде оттан аламыз. Оған жұмсақ бөлме температурасындағы сары майымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып алыңыздар, бір-біріне жақсылап біріксін. Сонан соң таза құрғақ ыдысымызға 4 жұмыртқамызды жарып, оның үстіне жарты шай қасық тұзымызды және қантымызды салып, жақсылап араластырып миксерлейтін боламыз. Бізде массамыз 2 есе ұлғайғанша, ағарып көпіргенше жақсылап миксерлейміз. Жұмыртқамыз 2 есе ұлғаюы тиіс, аппақ болып көпіргені дұрыс. Жұмыртқамыз осылай 2 есе ағарып көпіргеннен соң, жаңағы балымызды аз-аздан қоса отыра миксерлейміз. Барлығын бірден қоспаңыздар, себебі жұмыртқамыз шикі болғандықтан пісіп қалуы мүмкін, сондықтан аз-аздан қосып миксерлейміз. Ендігі кезекте ұнымызды да аз-аздан бөле отыра қосып, жақсылап миксерлеп отырамыз. Барлық ұнды бірден салмаймыз, өйткені жаңағы біздің көпіртіп алған жұмыртқамыз басылып қалуы мүмкін, сондықтан ұнды аз-аз қосыңыздар. Содан кейін пешімізді 180 градусқа алдын ала қыздыруға қойып қоямыз. Пергамент қағазымызға қамырымызды бір ожаудан құйып, үстіне ұн сеуіп, осылай қолымызбен, алақанның көмегімен қатты баспай үлкейтіп аламыз. Салмақты қатты салып қажет емес, тек қана кішкене саусақтардың көмегімен басып үлкейтсеңіздер жеткілікті. Жұқа етіп жаюға тырысыңыздар, өйткені біздің корждарымыз үлкен болып піседі. Қызып тұрған пешімізге салып, корждарымызды қызартып пісіріп аламыз. Мінекей біздің корждарымыз өте жұмсақ болып шығады. Бетінде ұн көп болса, құрғақ сүлгімен қағып жіберсеңіздер болады. Тортымызды жинаймыз. Менде заварной крем. Өздеріңіздің қалауларыңызша қалаған кремдеріңізді қолдансаңыздар болады. Сары маймен сгущенка араластырып, тіпті қаймақ жақсаңыздар да болады. Қамырдың шетінен қалған қалдық қамырларды осылай блендермен немесе оқтаумен езіп, бетін әсемдейтін боламыз. Мінекей достар, біздің өте жұмсақ тортымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болса, рецепт болса менің каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойды ұмытпаңыздар.